Мың бала жобасын жылдың аяғында республикалық деңгейде жылда қорытындылай. Біз осы әртүрлі осы жобаның өзінің неше критериялары бар, соған байланысты іріктеу болады. Сол іріктеуден шыққан балаларды біз жылда Астанаға жіберіп жүрміз, Нұр-Сұлтан қаласына. Сол жерде барып марапат алады, қатысады, өздерінің сондай критериялары бар, осындай конкурсқа қатысып отырады. Бұл да болса балалардың белсенділігін арттырады деген ойдамын. Сіздерге үлкен рахметімді, алғысымды білдірем. Барлық жақсылықты тілеймін. Біргелікте осындай жұмыс жасап отырғанымызға мен өте қуаныштымын. Келіп отырған балаларға жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, оқуларыңызға сәттілік тілеймін. Мен Абдуллаева Нилуфар, мың бала республикалық мәдени ағарту жобасына қатысып, бірінші орынды иелеп отырмын. Қазақстан халқының ассамблеясына шын жүрегімнен рахмет айтамын. Этнос оқушыларына мүмкіндік беріп марапаттап отырғандарына, және де өзімнің мұғаліміме де шын жүректен рахмет айтамын. Мың бала республикалық мәдени ағартушылық жобасы аясында Қазақстан халқы ассамблеясы Маңғыстау облысы бойынша оқушылар арасында әртүрлі шаралар өткізді. Эссе жазды. Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 170 жылдығына орай видео түсіру, өлеңдерін, қара сөздерін мәнерлеп оқу сайыстары өтті. Осы сайыста оқушылар өз өнерлерін көрсете білді. Осы біздің Қазақстан халқы ассамблеясына барлық ұстаздар, оқушылар атынан рахметімді айтамын. Осындай шаралар көп болсын деп, көп болады деп сенімдімін.